Одан бері жылжитын болса Қайрақбай, Әшім, Бейсенбі, тағы көптеген күйшілердің тізімін тізе беруге болады. Енді бері жылжып 20 ғасырдың басына жылжитын болсақ, бізде бағаналы Саятөлековтың күйшілігіне назар аударуға болады. Ол кісінің көптеген бізге халықтың күйлерін жеткізген, және де өз жадында күй шығарған күйші ретінде танимыз. Және де Қазен Абуғазин деген күйші бар. Өтті өмірден ол кісі жақында ғана. Сол кісінің, осы екі күйшінің бізге алтын көпір іспеттес. Яғни бұл кісілер бізге ерте заманнан келе жатқан күйлерді біздің ұрпаққа беріп кетті деуге болады. Онан кейінгі бері жылжитын болсақ, келесі ұрпақ бұл Таласбек Әсемқұлов пен Секен Тұрысбековті айтуға болады. Таласбек Әсемқұлов, жаңа ғана айтып кеттім, Байжігіт күйлерін жеткізген күйші ретінде, және де ол күйдің табиғатын сол Байжігіттің заманынан бізге күйдің философиясын жеткізген. Және де көптеген өзінің лекциялары, видео жазбалары бар. YouTube'дан қарасаңыздар, Байжігіттің көптеген орындау тәсілдеріне байланысты, оның кейін күйдің философиясына байланысты, жалпы тиектерге тоқталған біршама видеолары бар. Соларды қарауларыңызға болады. Өз басым осы Таласбек Әсемқұловты Байжігіттің күй философиясын бізге жеткізген күйші ретінде тануға болатынын айта аламын. Оның кейінгі Секен Тұрысбековті қазіргі заманауи күй философиясын осы Алтай Тарбағатай шығыс өңірінің күй дәстүрімен сабақтастырып отырған тамаша бір дәулескер күйші ретінде айтуға болады. Келесі бір есім бұл Мұрат Абуғазы. Мұрат Абуғазыны атаған кезде бұл біріншіден Қазен Абуғазының ұлы, және де бұл азамат күйшілігімен қатар зерттеу жағына бет бұрып жүр. Яғни осы Алтай Тарбағатай күй өнерін зерттеумен қатар насихаттап жүрген бір тамаша күйші деп айтуға болады. Енді сіздер білетін барлықтарыңызға белгілі үш ішекті домбыра болғаны, яғни бұл домбыра, үш ішекті домбыра тек қана Семей өңірінде кең таралған дейді. Абай жерінде көп қолданыста болған домбыра. Енді осы Абайдың домбырасы бізге Абай мұражайында сақталып тұр, барып көруге болады. Және де осы Абай домбырасын арқылы біз ішекті домбыраның қолданыста кең таралғанын, және де кәсіби деңгейде таралғанын байқай аламыз. Яғни бұл жерде біз байқаймыз, Абайдың осы ішекті домбыраға арнап жазған күйлері бар, қазір бізге жеткен 4 күйі бар. Онан кейін Шәкәрімнің біраз күйлері бар деп айтылады. Енді бізге, мен өз басым Бозторғай деген ғана күйін біледі екенмін. Және де олардың ізбасары бүгінгі күнге жеткізген осы ішекті домбырада күй тарту үрдісін біздің ұрпаққа жеткізген Шәкір Әбеновті айтпай кету болмайды. Яғни ол кісі тек қана күйші болған жоқ, ақын, жыршы, айтыскер ақын, көптеген эпостарды бізге жеткізген. Соның ішінде Қозы Көрпеш, Баян сұлу эпосын бізге жеткізген жыршы ретінде білеміз. Шәкір Әбенов ішекті домбырада халықтың күйлерін тартып қойған жоқ, сонымен қатар ол өз жандында күй шығарған. Осы Шәкір Әбеновтың күйлерінің таспаға жазылған нұсқасы Абай музейінде сақтаулы. Осы таспаның негізінде
Рүстем Нұркенов нотаға түсіріліп, онымен қазір жинақ болып шықты. Енді осы Шәкір Әбеновтің ізбасарлары Жарқын Шәкәрімов осы шекті домбыраның дамуына атсалысып, насихатталуына барын салған зерттеуші, күйші ретінде танымал. Жақында ғана ол кісіден өмірден озды. Және де Нұргүл Әкімқожа деген шекті домбыраны насихаттап жүрген күйші бар. Ол кісі Шәкір Әбеновтің қолынан домбырасын сыйға алып, батасын алған күйші, және де қазіргі күнде осы домбыраны насихаттап жүрген азамат деуге болады. Егерде сөзімді қорытындылайтын болсам, қазірде де көптеген домбырашыларды жіпке тізіп айтуға болады. Осы Шығыс Қазақстан күй өнерін дамытып жүрген көптеген тұлғаларымыз бар. Соның ішінде біздің Шығыс Қазақстан өнер мұражайында да әріптестерімді атағым келіп отыр. Ол Рысқанов Шалқар Рысқанұлы, ол өзінің тамаша педагог, тамаша күйшілерді тәрбиелеп келе жатыр. Соның бірі Айсарбек Ақияшев, және де Ринатов Ерасыл деген мықты күйшіні тәрбиелеп шығарды. Тағы да басқа көптеген балалар бар. Енді осы екі балаға біз үмітіміз зор. Осы Шығыс Қазақстан күй өнерін ары қарай дамытады деген ойдамыз. Одан басқа Естай Матабаев деген мықты күйшіміз бар. Ол өзінің шеберлігі, орындаушылық шеберлігімен көзге түсіп отыр. Және де Анар Кітапова деген әріптесімді атап өткім келіп отыр. Ол педагогтық қызметпен қатар күйшілік өнерінде тастамайды, және де зерттеу жұмыстарымен айналысып жүрген күйші. Жалпы енді домбыра өнері әлі де жалғасын тауып келе жатыр, табады да деп ойлаймын. Оның дәлелі біздің жылдан жылға домбыраға оқуға тапсырған балалардың саны артып келеді. Және де тек қана артып қоймайды, сапалы балалар, сапалы домбырашы балалар, яғни күйші болғысы келген, сондай бір мақсат тұтқан балалар келіп жатқанына әрине бізді қуантады. Барлықтарыңызды домбыра күнімен құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Домбырамыз жасап өркендей берсін дегім келеді. Назарларыңызға рахмет.